Сәлеметсіздер ме? 2025 жылдан бастап 250 нысандағы декларацияда көрсетілетін мәліметтер тізбесі толықтырылды. Шетелдік брокерлік шоттардағы ақшаны көрсету, құны 1000 айлық есептік көрсеткіштен асатын өзге мүлікке бағалау шетел мемлекетінің заңнамасына сәйкес салық төлеуші мен бағалаушы арасындағы шарт негізінде жүргізілуі мүмкін. Бұл ретте бағалау құны 15 қыркүйектен кешіктірілмей айқындалуы тиіс. Сонымен қатар дебиторлық, кредиторлық берешек тек нотариалды куәландырылған шартпен ғана емес, сондай-ақ жеке тұлға мен заңды тұлға немесе жеке кәсіпкер, оның ішінде бейрезидент арасындағы азаматтық құқықтық сипаттағы шартпен және өзара есеп айырысу актісімен не заңды күшіне енген сот шешімімен де расталуы мүмкін. Назарларыңызға рахмет, сіздердің МКД.